Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhuma aytadi. Qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Alloh elchisi bir kuni bizga былай dedi. Ala uhaddithukum bi ghurafil janna? Jannatning bölmeleri жөнінде сендерге әңгімелеп берейін ба dedi. Jannatдағы болатын bölmeler. Qala qultu bala ya Rasululloh. Bi abina anta va ummina. Ya Rasululloh, biz aytдық дейді. Jabir ibn Abdullah айтып отыр, мен айттым дейді. Әкем мен шешем сенің жолында пида болсын, я Расулаллах, бізге әңгімелеп берді деп айтты. Бірден. Инна фил джаннати гурафан мин аснафил джауһар, куллихи юра захируха мин батиниха, ва батинуха мин захириха. Фиха мин ан-наими вал-лаззати ваш-шарафи ма ла айнун раат, ва ла үзунун самиат. Жәннаттың бөлмелері мынау гауһар тастар бар ғой? Сол гауһар тастың түрлі-түрлісінен соғылған бөлмелері бар жәннаттың дейді. Сыртынан қарасаң ішін көресің дейді. Сондай не керемет, әдемі дейді. Оның ішіндегі нығмет, оның ішіндегі жаңағыдай, адамға дайындалған, жәннаттың тұрғындарына дайындалған сый сияпат, ләззат тіршілік, сонымен бірге оның ішінде көрсетілетін құрметті ешқандай көз көрген емес, ешқандай құлақ естіген емес. Qala qultu liman hadhihi al-ghuraf. Сол уақытта Jabir ibn Abdullah сұрап отыр. Я Расулаллах, бұл бөлмелер кімге болады? Енді қараңыздар. Бұл бөлмелерге жету үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям нені бізге кеңес береді? Qal liman afsha as-salam wa at'ama wa adama as-siyam wa salla bil-layli wan-nasu niyam. Хадисте имам Ал-Байхақи риуаят. Бұл бөлмелер дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Кімдерге? Адамдарға сәлемді көп бергендерге дейді. Яғни адамдардың арасында сәлем беруді таратқандар дейді. Сәлем беруден ешқашан біреуге амандасудан, біреуге сәлемдесуден неғылмайды, сараңды қылмайды. Сараң емес сәлемдесуге. Жылы сәлемін ешкімнен аямайды. Атуам, сонымен бірге міскінді тамақтандырған, тағамдандырған, аштарды тағамдандырған адамға. Адам ас-сиям, сонымен бірге неғылған әрдайым ораза ұстап жүрген адам. Әрдайым дегенде, яғни оразаны көп ұстайтын адам. Болса да бүкіл жылдың бәрін ораза ұстауға болмайды, оны білесіздер. Уасалла бил-лайли уан-насу ниям. Адамдардың барлығы түнде ұйықтап жатқанда біріншісі сәлем беруді, сәлемді адамдардың арасында таратқан. Екінші сипат пайғамбарымыз айтып отырған. Аш адамды тағамдандырған, тамақтандырған, одан кейін барып оразаны көп ұстаған. Төртінші, түнде адамдар ұйықтап жатқан уақытта басқалардың бәрі қалың ұйқыда жатқанда намаз оқыған пенде. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір неде Жәннаттың жаңағы топырағы қалай болады, тастары қалай болады бізге сипаттап береді. Хадисте Абу Хурайра радиаллаху анху жеткізеді бізге. Құлна я Расулаллах хаддисна анил джаннати ма бинауха. Бір күн айттық, я Расулаллах, бізге жәннаттың құрылысы жөнінде әңгіме айтып берші, бізге жәннаттың құрылысы жөнінде айтып берші, әңгімелеп берші деп өтініш жасадық пайғамбарымызға. Яғни жәннаттың жаңағы несі ғимараттары жөнінде. Qal labinatun min zahab wa labinatun min fidda. Жәннаттағы ғимараттардың бір кірпіші алтыннан болса, екінші кірпіші күмістен дейді. Бір кірпіш алтыннан, екінші кірпіш күмістен. Бір кірпіш алтын, екіншісі күміс. Алтын, күміс, алтын, күміс. Кірпіштері ішіндегі жаңағы украшение емес, кірпіштің өзі. Әрине оны мысал үшін біздің көзіміз көрген емес, құлағымыз естіген емес, оны қазір елестетіп те қиын. Вамилатуха ал-миск. Ол екі кірпіштің арасына қойылатын анау не бар ғой? Сол раствор дейді, миск. Аңқып тұрады, хош иісті дейді. Вахасбауха лу'лу вал яқут. Ал жаңағы майда тастар дейді жәннаттағы. Мысалы біз көшеде майда тастарды көреміз ғой, асфальт төселмеген жерлерде. Сол тастар дейді. Не дейді? Әнжу мен жақыт маржандардан дейді. Әнжу біздің мысалы үшін бәленбай мыңдаған долларларға сатып алатын әнжу маржандарымыз, жақыттарымыз жәннатта жерде шашылып жатады тас болып. Ва турабуха заъфаран ман yadkhuluha yun'am.
топырағы дейді, анау шафран деген бір өсімдік бар ғой, әдемі хош иісті. Сол секілді мүңкіп тұрады дейді, әдемі. Хош иісті бір өсімдік екен, шафран деген. Кімде-кім ол жәннатқа кіретін болса, нығметке кенеледі. Уәлә ябәс. Жәннатқа кірген адам, неғымайды дейді, жағымсыз болмайды дейді. Денесі әрдайым жағымды болып, түрі де жағымды болып, керемет болып тұрады. Мысалы болады ғой, кейде мысалы ашуланғанда бір түріміз қорқынышты болып кетеді, болмаса жаңағы шаршағанда таңертең сағат 7-тен кетіп, түнгі сағат 9-10-да жұмыстан келген уақытта көздеріміз қызарып, абыржып, мысалы аузымыздан бір жағымсыз иістер шығып, сондай болып кіреміз ғой, әлі тамақ ішпегенбіз. Ондай болмайды жәннаттың тұрғында. Ешқашан. Уаяхлуд ла ямут. Мәңгі болады, жәннатта өлмейді. Жәннатта өлім деген нәрсе жоқ, мәңгі өмір. Әрине біз мәңгілік өмірді көрген жоқпыз. Ол ғайып нәрсе бізге. Сол ғайыптан бізге Алланың елшісі, сенімді елші саллаллаху алейхи вассалам хабар берді. Сол ғайыпқа сенеміз. Сол ғайып біз көрмеген нәрсеге сенгеніміз үшін Алла тағала бізді мақтайды Құранда. Аллазина юминуна бил ғайби деп. Олар ғайыпқа сенеді. Алла тағаланың сүйікті тақуа пенделері. Ла табла сиябуху. Жәннатқа кірген тұрғынның, жәннаттағы адамның киімі тозбайды. Киімі ешқашан тозбайды. Ескірмейді киім. Өтті әдем болып тұра береді. Уәла яфна шабабуху. Сонымен бірге жастық шағы таусылмайды. Мәңгі бақи жас күйінде қалады. Сізға елестетіп қараңыз. Мысалы, сізге кәдімгі гарантиясымен сондай бір дәрі сатылатын болды. Гарантиясымен. Мәңгі бақи жас болып қаласың деп. Қазір біздің үлкен кісі де қазір сол дәріні не қылыңдар жаңағы қартайтпайтын деп ғалымдардың бәрін іске қосып отыр ғой. Солар мысалы үшін жаңағы дәріні ойлап тақты да қымбатқа сатады. Ақшасы барын бәрі алады. Себебі неге? Жастық шақты сақтап қалу, ерте қартаймау деген мысалы үшін ол ең үлкен бір адамның несі, жаңа армандарының бірі. Жастық шақ деген ол нәрсе адам басындағы нығметтердің бірі ол. Жастық шағымызды біз қартаймай тұрып, қадырын біліп, ғанибет біліп, оны пайдаланып қалуымыз керек. Жастық шағыңыз сіздің қайтып айналып келмейді. Жастық шақта істейтін амалды, жастық шақта мысалы үшінге мүмкіндігіміз болатын нәрселерді біз қартайғанда жасай алмаймыз оны. Ондай мүмкіндігіміз болмайды қартайған уақытта. Яғни жәннаттың тұрғындары мәңгі бақи жас болып қалады. Жастық шақтары ешқашан таусылмайды дейді. Имам Ахмад, имам Тирмизи және имам Баззар Ат-Табарани риуаят еткен. Енді жәннаттағы сарайлар жөнінде. Абу Муса Ал-Аш'ари радиаллаху анху пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның Құранды өте керемет оқитын сахабаларының бірі. Дауысы деген өте керемет, жағымды сондай. Дауд алейхиссаламның дауысы секілді. Айтады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан жеткізіп айтады. Инна лил муъмини фил джаннати ла хайматан min lu'lu'atin wahidatin mujawwafatin tuluha fis sama 60 milan. Mu'min мұсылманның жәннатта сондай шатыры болады дейді. Неден жасалған? Ол жаңағы бір інжуден ортасы ойылып жасалған. Ол жаңа құралған емес. Бүтіндей інжу, бірақ ортасы ойылып жасалған. Ол жаңа шатырдың биіктігі дейді аспанға қарай 60 миль дейді. 60 миль қанша болады? 100 километрдей болады. Ұзындығы дейді. للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. Хадисті имам Әл-Бухари және имам Муслим риуаят етті. Сол шатырдың ішінде, сол сарайдың ішінде момын мұсылманның өзінің несі болады? Әйелдері болады. Сол әйелдердің арасында ол дейді шалқығып жүреді. Ол әйелдері бірақ бір-бірін көрмейді. Айналып жүреді солардың. Әйелдер бір-бірін көрмейді дейді. Соншалықты бір жерде тұрып атқан болса да, ешқандай бір-бірін көрмейді. Умран бин Хусайн және Абу Хурайра радиаллаху анхума екеуі неғылады? Жеткізеді бізге. Суиля Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалама ан қаулихи та'ала ва масакина тайибатан фи джаннати адн. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Құранда сондай жәннат, ғадын жәннатта, ғадын деген жәннаттың аты. Ғадын жәннаттарында, өте жағымды жәннатта жаңағы болатын жағымды өте керемет көркем орындар
деген аят турасында сұралды дейді. Біреу келді де сұрады дейді пайғамбарымыз. Ол қандай орындар? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жауап беріп отыр. Қасрун фил джаннати мин луатин фиха саб'уна дарун мин яқутатин хамра. Ол жәннаттағы сондай інжуден болатын сарай, үлкен сарай. Ол сарайдың ішінде қызыл жақұттан болған 70 үй бар. Қызыл жақұттан болған 70 үй. Фи кулли дарин саб'уна бейтан мин зумуррудатин хадра. Және әрбір жаңағы 70 үй болғанда, сол әрбір үйдің ішінде 70 бөлме болады. Ол бөлмелер анау жаңағы изумруд дейміз ғой біз, жасыл сондай тас. Содан неғылған, соғылған бөлмелер дейді. Жаңағы әрбір үйде 70, жаңағы үлкен үйде 70 бөлмеден бар дейді. Неден соғылған? Жаңағы жасыл тастан. Фи кулли бейтин саб'уна сариран, аля кулли саририн саб'уна фирашан. Әрбір жаңағы бөлмеде, әрбір бөлмеде 70 не бар дейді? Кереует бар дейді. 70 кереует. Аля кулли саририн саб'уна фирашан. Әрбір кереуеттің үстінде 70 төсек бар дейді. Қабат-қабат. Min kulli лаунин аля кулли фирашин имра. 70 төсек, әрбір төсектің үстінде бір әйел бар. Жаңа төсектердің жаңағы нелері дейді? Түстері бір-біріне ұқсамайды дейді. Әрқайсысы әртүрлі түс дейді. Фи кулли бейтин саб'уна маидатан аля кулли маидатин саб'уна лауна мин ат-таам. Әрбір жаңағы бөлмеде 70 дастархан жайылған дейді. Әр дастарханның үстінде 70 түрлі тағам дейді. Қараңыз, 70 түрлі тағам. Сіз қазір мысалы дастарханның үстінде бір 5 түрлі тағам болатын болса, бай дастархан. Фи кулли бейтин саб'уна васифан ва васифатан. Әрбір жаңағы бөлмеде сонымен бірге 70 қыз және ұл қызметшілер бар. Әрбір бөлмеде 70 қыз және ұл қызметшілер бар. Ю'та лил му'мини минал қуввати ма я'ти аля залика куллихи фи ғадатин вахида. Бұл енді мүлдем біздің ақылымыздан тыс нәрсе. Ақылымыздан тыс болғанда әдеттегі жағдайдан тыс. Сол момын мұсылманға жәннатқа кірген дейді. Осы жаңағы дастархандың және жаңағы әйелдердің бәрін бір таңда, таңертең ғана, түске дейін ғана мысал үшінге, таңертең ғана айналып шығатын күш беріледі дейді. Таңертең ғана бір таңда барлығын айналып шығатын күш беріледі дейді. Хадисті имам Табарани және имам Әл-Байхақи риуаят етеді.